саламатсыздар ма балалар? Бүгін математикадан 4-ші сынып 56-ші сабақты өтеміз. Сабақтың тақырыбы 3 таңбалы санға бөлу алгоритмі. Бірінші тапсырма: мәдени мұралар қайда сақталатынын білесің бе? Жауаптарды өз суретімен жаз. Сөзді оқы. Яғни бізде мына көбейтінді және бөлінділердің жауабын табуымыз керек. Бірінші: 52.070-ті 12-ге көбейтсек 624.080 шығады. 624.080 840 шығады. 53.080-ді 18-ге көбейтсек 955.440 шығады. 955.440. Үшінші: 842.751-ді 27-ге бөлсек 31.213 шығады. 31.213. 326-ны 23-ге көбейтсек 7498. 7498. 4025-ті 23-ге бөлсек 175 шығады. Енді осыларды өз суретімен оқығанда, бірінші кішкентай саннан үлкен санға қарай оқимыз. Демек, музей деген сөз шығады. Бірінші, екінші, үшінші, төртінші, бесінші. Музей деген сөз шықты. Екінші тапсырма: түсіндіре отырып есепте. 68.040-ты 216-ға бөлсек 315, 59.392-ні 512-ге бөлсек 116, 46.305-ті 147-ге бөлсек 315. Үшінші және төртінші тапсырма. Үшінші тапсырмада 79.496-ны 152-ге бөлсек 523, 113.122-ні 347-ге бөлсек 326, 264.410-ды 386-ға бөлсек 685 шығады. Енді төртінші тапсырмада туристік маршруттың ұзындығы 480 км. Туристер автокөлікпен жүруге шешім қабылдады. Олар 85 км сағат жылдамдықпен 2 сағат жүрді. Туристер енді қанша километр жол жүруі қажет? Ол үшін біз жүрген километріне сағатты көбейтеміз. 85-ге 2-ні көбейтеміз 170. Және барлық ұзындықтан, барлық километрден 170-ті алып тастаймыз. Сол кезде 310 км. Яғни туристерге 310 км жол жүру керек екен. Бесінші тапсырма. Бесінші тапсырма екі нұсқада берілген. Біріншіде әкесі 176 теңгеден болатын 48 литр бензин сатып алады. Және оның карточкасында 120.000 теңгесі бар. Тағы да 6.000 теңге тұратын әйнек жуғыш сатып алмақшы болды. Карточкадағы ақша соған жете ме? Яғни біз 48 литрді теңгесіне көбейтеміз. Біздің барлық бензинімізге 848 теңге кеткен екен. Карточкадағы теңгеден бензинге кеткен теңгені алып тастасақ 111.552 қалады. Яғни 6.000 теңге тұратын әйнек жуғыштың бірнешеуін сатып алуға болады екен. Екінші нұсқа. Бірінші нұсқа. Екінші нұсқасында дәл сондай музейге 550 теңгеден 48 бала билет сатып алынды. Олар есептесу үшін 50.000 теңгесі бар карта береді. Яғни сол қалған ақшадан 500 теңгеден кәдесый сатып алуға жетеме? Яғни 48 балаға. Бізде қалғаны 23.600 теңге қалады. 23.600 теңгені 500-ге бөлсек, кәдесейдің ақшасына бөлсек 47 қалады. Яғни бізде 47 балаға ғана жетеді екен, бір балаға жетпей қалады. Яғни 400 теңге жетпейді деген сөз. 400 теңге жетпейді, бір балаға жетпейді екен. Алтыншы. Әмиянда 98.000 теңге. Алтыншы тапсырманы тура 5-ші есеп сияқты, бұда шарт құрастырамыз. Әмиянда 98.000 теңге бар делік. 308 теңге тұратын 41 килограмм алмұрт сатып алынды. Енді бұған тағы да алуға жетемекен карточкадағы ақшасы, әмияндағы ақшасы.
308-ді 41-ге көбейтеміз, 12.628 теңге шығады. Барлық әмияндағы ақшадан жаңа алмұртқа кеткен ақшаны алып тастасақ 85.372 шығады. Яғни тағы да бірнеше кило алмұрт сатып алуға жетеді екен. Жетінші есеп. Жетінші есепте қосу, азайту, алу және көбейту, бөлу амалдары берілген. Бұл жерде мен сіздерге тек есептің мәнін айта кетсем. Бірінші есептің мәні 921 шығады. 921. Екінші есептің мәні 411 шығады. Екінші есеп. Үшінші есептің мәні 220 мың шығады. 220 мың. Төртінші есептің мәні 78 шығады. Бесінші есептің мәні 10 мың шығады. Алтыншы есептің мәні 3318 шығады. Осылай дәптерімізге мұқият жазып аламыз. Келесі, текшелердің қабырғасы 6 см болса, берілген фигуралардың көлемі қанша болады? Яғни, біз бірінші текшелердің санын санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 астынамен 23 болады. Яғни, текшелер 23-ке барлық текшенің көбейтіндісін, барлық көлемі 216 шықты. Сол кезде 216 см квадратты текшенің санына көбейтеміз. Бірінші текшенің мәні 4968. Екінші текшенің санын санаймыз. Бұл жерде 12 шықты. 12-ні 216-ға көбейтеміз. 2592 екінші текшенің көлемі. Дәптерге мұқият жазып аламыз. 9-шы. Периметр мен ауданы тап. Қабырғаларының ұзындығы 25 мм болатын шаршы сыз. Ұзындығы 30 мм, ені 55 мм болатын тіктөртбұрыш сыз. Бізде шаршы барлық қабырғалар тең болады. Тіктөртбұрыштың ені мен ұзындығы болады. Ұзындығы одан үлкен, ені ұзындығынан кішкентай болады. Яғни, бізде бірінші шаршының периметрі 100 мм шықса, ауданы 625 мм квадрат болады. Бұл жерде аудан табу үшін екі қабырғасын бір-біріне көбейтеміз. Енді екінші тіктөртбұрышымыздың периметрі 170 мм шықса, жалпы ауданы 1650 мм квадрат. Нанка 625 мм квадрат шықты. Дәптерімізге мұқият жазып аламыз. 10-шы тапсырма, мына жерде 10-шы тапсырма өте оңай. 39445-ті 295-ке бөлсек 161 шығады. Екінші, 372.384-ті 432-ке бөлсек 868 шығады. 116.736-ны 256-ға бөлсек 456 шығады. Осымен бүгінгі сабақ аяқталды. Каналға тіркеліп қойыңыздар, сау болыңыздар.